Құрметті тыңдарман, сіз қазақ жазушыларының туындыларынан құралған жинақты аштыңыз. Қызықты әңгімелер әлеміне қош келдіңіз. Жусан иісі. Алыста қалған балалық шағым. Ойымнан жарғақ сары тоны қаудырлаған, тобығы тайған, сол аяғын сүйрете жүгірген шілбеген арық, ақсақ қара бала бір кетпейді. Көзімді сәл жұмсамақ, шуылдаған балалардың ең соңында сол аяғын жер сыпырғандай көлденең сүйретіп, ес қалмай далбақтап, жүгіріп келе жатқан Аянды көргендей болам. Сондайда оның алқына шыққан әлсіз, жіңішке дауыспен: "Ей, тоқтыңдаршы, мен сендерге бүгін кешегіден де қызықты ертегі айтамын" деген жалынышты үнін естимін. Әуелде біз балалар оның ертегі айтатынын білгеміз жоқ. Ол әжесі екеуі біздің ауылға 42-ші жылдың жазында көшіп келген. Мал дегеннен тек бұзаулы қоңыр сиыры. Анасы 2 ай бұрын қайтыс болыпты. Біздің ауылда әжесінің жамағайын төркіндері бар екен, соларды сағалап келсе керек. Біз балалар көшеде екке жарылып, қағазға топырақ орап, бұрқылдата лақтырып атысып ойнап жүргенбіз. Ары өтіп, бер өткен кемпір шал: "Желкен қиылғырлар-ай, соғыс аздай бұл атысып ойнады" дегенді қайдан шығарды осылар? Басқа ойын азбейді, бұрсып қуып тастайды. Бірақ олар кетісімен қайта жиналамыз, қайта атысамыз. Желсіз тымырсық күнде бұрқылдаған май топырақ тұманша қалқып, шаңытып тұрып алады. Жуық арада сейілі қоймайды. Соның арасында тұншыға жүріп, көзіміз ғана жылтырап, бір-бірімізге оралап ұмтыламыз. Ойынның осындай бір қызу шағында біздің атаман Садық кілт тоқтай қап: "Ей, анау кім ей?" деген. Бәріміз сол нұсқаған жаққа қарадық. Анадай жерде шолақ жең ақ жейде, тізеден жоғары қысқа қара шалбар киген, кекіл шашы бар, мұнтаздай таза бір бала тұр екен. Біз қараған кезде ол өзінше әлдеқандай боп, кекиіп, екі қолын қалтасына сап шіреніп қойды. Ойымды тастай сала бәріміз бірдей топырлай жүгіріп әлгінің қасына келдік. Адам көрмегендей бір-бірімізді кимелеп, қоршылай тұра қалдық. Үстіміздегі киімнің кімдікі қара, кімдікі ақ екенін біліп болмайды, баттасқан шаң топырақ. Шетімізден ит талағандай алым-жұлым алқа салқамыз. Бұл кім ей? Қайдан келген ей деп, бірімізді-біріміз түртпектей береміз. Өзіне бастан аяқ шұқшия қарап шықтық. Ол да сынағандай әр қайсымызды бір шолып өтті. Біздің ұсқынсыз түрімізге көңілі толмаған сияқты, шолақтан ауын тыржитып қойды. Қоңырқай жүзі тершіп, маңдайындағы бір келкетіп қиылған кекіл шашын үрлеп тұрды. Кекіліміз жоқ, бізге оның солығылығының өзі кереметтей сүйкімді көрініп, қызға қарадық. "Кекілін қарай, өзінің жаман әліне қарамай" деп қағытып өтті Есікбай. Біз күлкіміз келмесе де, оның сөзіне қошемет білдіріп, сықылықтай күлдік. Жаңа келген бала қызарыңқырап теріс айналып кетті. Мен білдім" деді Садық мақтана дауыстап. Онан соң әлгі баланың алдын орай өтіп: "Ей бала, сендер кеше көшіп келдіңдер ғой. Қоңыр сиырларың бар ғой, ә?" "Иә" деді томсырайып тұрған бала, оның сөзіне күлімсіреп. "Қоңыр сиырымыз бар." "Атың кім?" "Аян." Біз бәріміз тегіс ұмытып қалмайық дегендей Аян деп күбірлесе қайталап қойдық. "Жүр, жолдас боламыз" деді Садық, оның ашық білегінен қап-қара қолымен ұстай алып. Аян оның қолынан қаратта, қызараңдай тұрып, ақырындап білегін босатты. "Сендері жақсыздық екен, суға түспей қалай шыдайсыңдар" деді. "Түсеміз. Ана орада тоспа бар, жүр түсейік." Суы во деп Садық ауылдың жоғарғы жағындағы шұңқыр тоспаны жерге сыйғызбай мақтай жөнелді.
Аян бізге қосылып, солай қарай жүрді. Ауылға жаңа бір баланың келуі біз үшін нағыз мереке болатын. Әрқайсымыз оның көзіне түсіп қалуға тырысушы едік. Сондықтан бірімізден біріміз артық көрінбек боп, әй кеп мақтанатынбыз. Мен судың астында 60-қа дейін санап жаталамын деп өсті Садық. Менің де мынадай ақ көйлегім бар, үлкен сандықта жатыр. Апам кигізбейді деді көбіндемейтін Қосым Тырнауықта. Қосым төбелескенде ылғи баж етіп келіп бетті тырнайтын. Сондықтан оны Тырнауық дейтінбіз. Өзінен көп балалар қорқатын. Оған тек Есікбай ғана тік келуші еді. Қазірде ол, кетшейар, Тырнауық мысық. Сенің үйіңде алтын барында білеміз деп, ентелеп келе жатқан Қосымды көкіректен итеріп жіберді. Есікбай сидаң бойлы, қол аяғы қара қайыстай қатқан ұзын, жүгіргенде алдына жан салмайтын өзі төбелесқор сотқар бал еді. Кейде қараптан қарап келе жатып, әркімге бір ұрынатын жаман әдеті бар. Әлі жеткенде аяқтан шалып қап, болмаса басына тоқай алып жылатып жіберетін. Қазірде ол Аянның алдына қыр көрсеткісі кеп, тырнағын қайсай мысық деп, Қосымды аяғынан шалып қалды. Қосым жалп етіп ұшып түсті де, терісі сыдырылған тізесін ұстаған күйі көзі жасаурай қайта тұрды. Біраз жүргеннен кейін Есікбай оның басынан түйе тоқай ала бастады. Жылап жіберген Қосым тырнамақ боп ұзақ орлана ұмтылған. Есікбай оны ұзын қолымен тұмсықтан салып жіберді. Қосымның мұрнынан қан дірдектеп, бақырып үйіне кетті. Сол күні біз суға түсіп, күнге қақталып, кешке дейін тоспа басында ойнадық. Аян бұрыннан таныс адамда етене боп кетті. Ол өте ақ көңіл, ақылды бал екен. Адамды іш тартып тұратын жайдары жүзі, не десең де тез көне кететін жұмсақ мінезі бізді бірден үйіріп әкетті. Ең жақсы қасиеті ешкіммен төбелесіп, сөзге келмейтіндік еді. Бір-екі рет кейбір шатақ құмар балалар тиісіпті көрген. Аян үндеместен қабағын түйіп, ондайлардан сырт айналып кетіп жүрді. Өзінің жауап қайыр алмағанына налығандай болып, менің көкемде жоқ, абамда жоқ. Сондықтан төбелессем әжем ұрсады ғой деп кейді ол. Алыс жыл сойын үстінде күрескенімізде ол біразымызды жығып кетті. Тек Есікбайдан ғана жығылды. Алғашқы күннен бастап Аянмен етіне жақын дос болуды әркім-ақ ойлай бастаған. Бірақ ол ешкімге ерекше ықылас білдірген жоқ. Бірімізден бірімізді бөліп жарған жоқ. Бәрімізбен де жақсы жолдас болды. 3-4 күн өткен соң, әбден үйренісіп алғаннан кейін ұрынарға қара таппай жүретін Есікбай басқа балаларға істейтін қылығын Аянға да істеді. Онымен төбелескісі келіп, өзінен өзі жөнсіз тиісе бастады. Аян оған жасқаншақтай қарап, қойсайшы енді деп, күңкілдеген сайын Есікбай ыржақтап кеп, қайта-қайта оның басынан тоқай алып, аяғынан шалып, мазасын кетірді. Ыза болған Аян ақырында, төбелесесің бе деген. Есікбай оны мазақтай түсіп, сені менбей, қойшай деп кеп, сілекейін Аянның бетіне жаға салды. Мұнан әрі шыдау мүмкін емес еді. Мен сенімен көшенің ортасында төбелесейін деді Аян. Қойшай, мынау дөй-дөй қойай деп Есікбай сілекейін Аянға тағы жақты. Жүр, Есікбай көкегінің жұдырығын иіскегін кеп тұрса. Ол енді Аянды итермелей түсіп, сайға қарай жүрді. Екеуінің төбелесін көру үшін соңдарынан біз дердік. Сайға түскен соң Аян жейдесін шешіп, шеткі бұтаның басына ілді де бірден Есікбаймен алыса кетті. Есікбайдың бойы онан анағұрлым биік еді. Екеуі шартпа-шұрт белдескен кезде ол Аянды белінен қапсыра қысып, қайқайтып бойымен басты. Бірақ қанша күшенгенімен жығуға шамасы келмеді. Дереу бір қолымен Аянның кекілінен шап ете қап шалқасынан гүрс еткізді. Жығып, Аянның бет-аузына былшылдатып соға бастады. Аян тырыс етіп үн шығармастан, астында жатып құр қолын, аяғын ербеңдете берді. Тек бір кезде Есікбай, ойбай деп баж ете түсті де, бір жағына қарай бұраңдап жығыла берді. Аян оның қолын бұрап жіберген екен. Енді Аян күш алды. Ол аузы қан-қан болып атып тұрып, Есікбайдың алқымынан бүре түсіп, жер сүздіртіп тұқырта берді. Өздері апыр-топыр қылған қара топыраққа Есікбайдың бет-аузын бір-екі рет көміп жіберген. Ойбай, болды деп айқай салды Есікбай. Аян оның басынан атып тұрып кетті.
ұшып тұрған Есікбай тағы да тап берген. Аян оны белдесуге жібермей, екі қолынан ұстай алды да, жата беріс тастап ыңқ еткізді. Бірақ үстінен басып соққан жоқ. Қатты жығылған Есікбай біразға дейін тұра алмай ыңқылдап жатты. Аян болса бұлаққа барып, бет-аузының қанын жуып, ақ жейдесін киіп, түк білмеген, түк көрмегенде үйіне қайтты. Осы төбелестен кейін ақ Аянға ешкім тиіспейтін болды. Күзде оқу басталып, 7 мен 10 жастың аралығындағы өңшең бір өңгөй балалар 1-ші классқа бардық. Бізде Иманжанов деген шашы аппақ қудай, қолы басы тоңған адамша дірілдей қалшылдап, көзі қып-қызыл болып жасаурап отыратын қарт кісі оқытты. Бұл кісі денсаулығының нашарлауы себепті қаладан көшіп келген мұғалім екен. Бізге күн сайын үйінен әкелген қағазды бір-бірінен үлестіріп беріп, әріптерді үйрете бастады. Аян екеуміз бір партаға отырғанбыз. Бірінші күннен ол зеректігімен көзге түсті. Мұғалімнің тақтаға жазған әріптерін айна қатесіз қағазға түсіріп, тез жаттап алып жүрді. Тіпті келе-келе күнде 1-2 әріптен ғана өткенімізге көңілі толмай, барлық әріптерді тезірек неге үйретпейді екен? Шіркін, ағама хат жазар едім деп күңкілдейтін. Әрине, майдандағы әке ағамызға хат жазу бәріміздің көкейіміздегі асыл арман еді. Сонымызды сезгенде Иманжанов та бізге тезірек хат танытуға бар күшін салып бақты. Сөйтіп, бас аяғы бірер айдың ішінде әріптерді тегіс жаттап, 1-жарым сөздерді құрап жаза алатындай халге жеттік. Ал Аян болса кәдімгідей аса жаннан артық көрінетін аға деп бастап хат жазатын болды. Ендігі оның қуанышында шек жоқ еді. Күнде сабақтан кейін үйіне келісімен төр алдында етпетінен түсіп, сиялы қарындашты тілімен жалап қойып, бет-аузын сия-сия ғып ағасына хатты үсті-үстіне жазатында жататын. Күніне 2-3 хаттан жазады. Кейде әжесінің айтқанын жазса, кейде өз бетінше жаза беретін. Біз басқа балалар әлі де сөйлем құрастырып жаза алмайтынбыз. Сондықтан Аянға кеп, хат жазуды үйретші деп жата жабысатынбыз. Аян бәлденбейтін. Жымың-жымың етіп күлетін де, мә, мына менің хатымды көшіріп жаз деп қоятын. Сөйте-сөйте хат жазуды бәрімізде үйрендік. Енді біздің ауылдан күніне майданға сөзі де, мазмұны да, кейде тіпті кісі аттары да бірдей 20-30 хаттан кетіп жататын болды. Дәл біздің хат тануымызды күтіп жүргендей ақ, 2 айдан кейін Иманжанов қатты науқастанып, төсек тартып жатып қалды. Бір қолы, бір аяғынан паралич болған. Басқа мұғалім келмеді. Осылайша біздің оқуымызда келер жылға дейін тоқтаған еді. Бірде Аян өрістен бұзауын айдап келе жатып, үйретемін деп, өзінің қасқа бұзауына секіріп мінген. Семіз бұзау мөңкіп жығып кетті. Сол жылы Аянның тобығы тайып, 1 айдай үйінде ауырып жатты. Осыдан кейін ақ Аянның тобығы тайғыш болып алды. Қит етіп алса, я секірсе тобығы тайып кететінде болды. Сол кезде Аян, ойбай, аяғымай деп жан ұшыра бақырып жата қалатын. Бірте-бірте олы алысып, жұлысып ойнайтын ойындарға араласпай, шеттеп, бар қызыққа тек анадай сырттан қызыға қарап тұратын болды. Тобығы 3-ші рет тайғанда, ол үйінде 1 айдан да ұзағырақ жатты. Бұл кезде қыс түсіп қар жауған. Біз болсақ, сырғанақтың қызығына кіріскенбіз. Біздің ауыл еш көрмес деген кішкене Қоңыртаудың дәл етегінде еді. Ұзыннан ұзақ бір көше болып жоғарыдан төмен қарай созылып жататын. Қыста осы жалғыз көшенің басынан аяғына дейін балалар шуылдаса топырлай жүріп, қарды таптап сырғанақ жасайтынбыз. Қар қалың түскенмен таулы жердің күні өте жайма-шуақ, жылы болады. Тапталған қар күні бойы жентектеліп беріп, кешке қарай көк мұз болып қатып қалатын. Дәл сол кезде үйден шанасы барлары шанасын сүйретіп, кәнки барлары аяғына кәнкиін байлап, бала таулы тегіс көшеге шығатын. Қас пен көздің арасында ұзын көше бастан аяқ қыбырлаған балаға толып кетуші еді. У-шу боп, біреулері төмен қарай оқша зулап шанасының табанынан от жарғылатып бара жатқанда, шаналарын сүйретіп жоғарыға өрлеп бара жататын.
Бүгінде сырғанақтағы ойынның сондай бір қызған шағы еді. Күннің көзі қанталағандай боп, шелдене қызарып ұясына қонуға таянған. Сірескен ақ қардың бетінде бір сәтке жұқалаң қызғылт кілегей тұрды. Күні бойы еш көрместің күнгейінде жайылған мал ешкі қайырмаса да бір ізбен шұбырып ауылға қайтқан. Кенет бүкіл ауылды шулата шыққан ащы бір дауыстар селт еткізді. Төбе құйқаны шымырлатып жоқтау айтқан дауыстар Аянның үйінен шығып жатыр. Мұндайда балалар еліккіш келеді ғой. Сырғанақты тастай бере дәл бірдеңеден құр қалатындай бәріміз бірдей дүрліге дүркіресіп Аянның үйіне қарай лап қойдық. Артымыз жетпей, алдымыз не боп қалғанын естіп те үлгердік. Аянның әжесі өліп қапты деген сыбырды алқына тұрып, шүйінші сұрағандай бірімізге біріміз жеткіздік. Жарғақ сары тон киген Аян күлімдеп тұратын қара көзі шарасынан шыға жаутаңдап, өңі боп-боз есінің алдында тұр екен. Үйінде көрші қолаң әйелдер бір-бірімен шуылдаса көрісіп, азан-қазан боп жатқанмен ол көзіне жас алмапты. Біз өзара сөйлескеніміз болмаса, оған үн қатқамыз жоқ. Аян да бізді үнсіз қарсы алды. Сүйреткен шанамызға, кәнкиімізге көз салды. Тоңғаннан ба, танауын жиі-жиі тартып, дір-дір етеді. Күн ұясына еніп бара жатыр. Аян болса, сол мелшіген күйде жалтақ-жалтақ етіп, ауылдың әр тұсынан әжетайлап дауыс қойып келе жатқан үлкен адамдарға қарайды. Бірақ олардың бірі де бұған назар аударар емес. Біз болсақ, енді қайтер екен деп, қызықтағандай одан көз айырмастан ортағап, қоршалай тұрмыз. Өзара сыбырласқан боп, оған да естірте, әжесі өлгенге неге жыламайды? Неге жыламайды деп қоямыз. Аян естісе де, естімеген адамша міз бақпайды. Тек әлде бір уақытта баш жоқ, аяқ жоқ. Ертегі тыңдайсыңдар ма деді. Онан соң біздің жауабымызды күтпестен өзі бастап үйдің бұрышын айналды. Жүріңдер, үйдің сыртын отырайық. Біз оның соңынан ертік. Үйдің сырт жағына кеп, шаналарымызды қаз-қаздар тіздікте өзіміз жайғас отырып, енді не дер екен дегендей Аянның аузына қарадық. Ол сол тұнжыраған қалпында бәріміздің жүзімізді бір сүзіп өтті де, күлкілісін айтайын ба деді. Біз үн-түнсіз бас изестік. Аян тонының омырауына тұмсығын тығып, сәл күрсініп қойды да, ойға шомған күйде сыбырлағандай дауыспен: «Ертеде бір жетім бала бопты» деп ертегісін бастады. Сол күн оның ертегісі түннің жарымында бірақ аяқталды. Әуелде тұнжыраған күймен жабырқау басталса да, келе-келе ертегінің күлкілі оқиғасы да көбейіп, Аян да бауырын жазып, бәріміз көңілді күлкіге батып қарық болып қалдық. Тіпті Аянның әжесінің өлгенінде ұмытып кетіппіз. Сықылықтап күлісіп, мәз-майрам боп: «Ей, тағдайшы деп жан-жақтан шулап қоя бергідік. Жоқ, ертең айтайын, бүгін осымен бітті деді ол салмақты үнмен. Басын көтеріп аспанға қарады. Жұлдыздың нуы жиі екен, ертеңде күн ашық болады деп қойды үлкен кісіше. Бәріміз жапа-тармағай аспанға қарадық. Шынында да жұлдыздар жайшылықтағыдан әлде қандай көп еді. Баттиып, балқыған қорғасынша сорғалап ағып түсердей боп жарқырайды. Біз Аянның ертеңгі күннің ашық болатынын жұлдызға қарап айтқанын іштей сүйсіне таңырқасып қойдық. Менің қасымда отырған Садық қалай біледі деп таңырқауын жасыра алмады. Енді бірден менің құлағыма сыбырлап: «Ну деген не?» деп сұрады. «Білмеймін» дедім мен де. Бірақ бұл сөздің мағынасын сұрап алуға батпадық. Ертеңіне Аянның әжесі жерленді. Жұрт ат қойып зираттан қайтқанда, Аян әжесінің қабірінің басында елдің ең соңынан шошайып жалғыз қалды. Ол бұл күні де жылаған жоқ. Қарлы топырақ араласқан жас қабірге жаутаңда біраз қарап тұрды да, бір уыс топырақты іліп ап: «Топырағың жеңіл болсын әже» деп шашып жіберді. Онан соң қып-қызыл боп тоңған екі қолын аузымен кезек-кезек бүрлеп қойып ауылға қайтты. Сол күн Аян әжесінің тумаласы Бапай деген шалдың үйіне көшті. Біз көшеде сырғанақ тебуге кіріскенбіз.
Дәл осы кезде азын аулақ көрпе жастық тиелген шананы бапай айдап, Аян өзі қоңыр сиырын бұйдасынан жетелеп, көшенің басындағы шалдың үйіне көшіп бара жатты. Қоңыр сиыр үйренген қорасынан шыққысы келмей тартыншақтай бастаған. Біз бір топ бала шуылдаса қаумалап артынан айдадық. Қоңыр сиыр көз шарасынан шыға шатынап, танауын пысылдатып, басын шайқап-шайқап, Аянды сүзіп жіберердей алға қарай оқтана жүрді. Бірақ сүзген жоқ. Жүріп келе жатқан бойда Аянның қаудыраған сары тонының етегінен иіскетті, тұмсығын созып, ыңырана мөңіреді. Аян ақсыңдаған күйде бізге бұрыла қарап, «Жануар, бәрін білет» деді. Аянның сиырын бапай шалдың үйіне дейін айдасып барғаннан кейін біз сырғанаққа оралып, ойынға қайта кірістік. Сәлден соң Аянда сырғанақ басына келді. Өзінің шанасы жоқ, сондықтан елдің шана тепкенін қызықтап қарап тұрды. Бірден менің көк тақтайлы шанамды нұсқап, менің де шанам дәл осындай еді. Көшкенде ана жақта қалды деп қойды. Мен оның жаудырап қарап тұрғанына шыдай алмай, «Мә, Аян, сен де бір жол теуіп кел» деп шанамды бердім. Қуанғанынан ол езуін жия алмай ыржия күліп, шанаға отырды да, «Ал, кім менімен жарысады?» деп айқайлап, еңіске қарай зулата жөнелді. Менен кейін оған шанасын Садық берді, онан кейін Есікбай берді. Қысқасы, Аян бәріміздің шанамызды бір-бір реттен теуіп шықты. Ол қып-қызыл болып, қара терге түсе ентігіп, алабұртып, елден ерекше даурыға сөйлеп, сықылықтап күлумен болды. Ымырт сәулесі ыдырап, қараңғылық үйіріле бастаған кезде басынан тумағын алып желпіне тоқтаған Аян, «Жүріңдер, бүгін мен кешегіден де қызық ертек айтамын» деді. Біз опыр-топыр болып шуылдасып, Аянның бастауымен бапай шалдың үйінің іргесінде келдік. Аянды ортаға алып, енді жайғасып отыра бергенімізде есік ашылып, сыртқа бапайдың кемпірі шықты да, «Өй, бетім-ай, бұл дүбірлеген не десем, мыналар екен ғой. Аулақ жүріңдер әр. Өңшің топырлаған немелер, онысы несей? Дәл терезенің түбіне кеп үймелегендер. Кетіңдер» деп қуып жіберді. Енді қайттық дегендей, көшеде аңтарылып тұрғанымызда Садық, «Мен таптым, қай жерге отыруға болатынын» деді. Бәріміз соған қарай қалдық. «Анау, ат қораның төбесіне шығайық та, шөпке кіріп, отырып алайық». Біз санымызды шапалақтап оралап, ауылдың шетіндегі ат қораға қарай жүрдік. Арт жағы аласа тас қораның үстіне тырмыса шығып алдық та, сол күні ғана Қаройдан әкелінген көк жауқазын шөпті өңгіп жіберіп, отыра кеттік. Құрғақ шөптің танауды жарған қош иісі мас қылғандай тұла бойды шымырлатады. Шетімізден пысқырынып, мұндай рақат дүние тапқанымызға мәз-мәйрам боп, бірімізді итеріп, шөпке аунатып, сықылықтай күлісіп, жұмсақ шөпке тығыла түсеміз. Бәріміз алға қотан жайғасқаннан кейін, ортамыздағы Аян тісінің арасынан сызылта шырт дегізіп түкіріп қойып, көтеріле түсіп, астына шөп жұмарлап, басқамыздан орнын биіктеу қып отырды. Оның соң қабағын шытып, ойға батқан күйде төмендегі үңірейге қараутып жатқан терең құзға көз жіберді. Біз де еріксіз енді солай қарай жалтақтадық. Құз іші қорқынышты. Ертеде бір жетім бала бопты деп, Аян екінші ертегісін бастады. Сыбырлай шыққан дауысында өз айтқанына қалайда қалтқысыз сендіретіндей керемет бір күш бар. Біз тым-тырыс боп тына қалдық. Бір сәтке дәл астымыздан қораның ішінен жылқылардың күтір-күтір шөпті жеп тұрғаны, пысқырғаны, тарпығандары, қасынғандары естілді. Бірақ біртіндеп Аянның ертегісі қызған сайын әлгі дыбыстардың бәрі құлақтан шет қалып, төңіректі бүкіл ешкі өлмес баурайын төмендегі терең құздық ажайып бір тыныштық басты. Бұл дүние ертегі қылдай қиял дүниесіне, сиқырлы дүниеге айналып қалып, біз өзіміздің бар жоғымызды ұмытқандай болдық. Сол күннен бастап күнде кешкісін ат қораның төбесіне жиналуды әдетке айналдырдық. Екінші күні тағы да әлгі Садық бір бәлені шығарған.
үйінен алақандай газет жыртындысымен темекі ұрлап алып кепті. Әлгісін кәдімгідей ешкі сирақтандырып ұзын етіп орады да, қалтасының түбінен әзер деп тапқан сіріңкенің жалғыз шиімен тұтатып, сопысын насаттана сорып қойып отырып, ертегі тыңдады. Оның бұл қылығы бізге аса қызық көрінді. «Ей, әкелші бір сұрайын» деп ақыры Садықтың жанында отырған Қосым шыдай алмай. Садық шылымын оған бір сорғызды. Қосым қомағайлана түтінді ішіне тартамын деп қақалып, жөтеліп, тұншығып қала жаздады. Біз бәріміз оны мазақтап, өзін біраз жерге апарып, кеуеулеп алдық. «Ой, маубас, тарта алмасаң, нең бар ей? Не қыласың ей?» деп табаладық. Онан Есікбай: «Кәне Садық, мен бір сорайыншы» деді. Садық шылымын оғанда бір сорғызды. Есікбай қақалған жоқ. Түтінді аузына толтыра сорып алды да, ақырындап танауына бұрқ-бұрқ еткізіп шығарып отырып, «Міне, қалай тарту керек» дегендей мақтанып қойды. Онан кейін темекіні менде сұрап бір сордым. Менен кейін тағы біреу. Ақыры Садықтың ұзын темекісін барлығымыз бір-бір сорумен ақ тауыстық. Келесі күні қораның төбесіне жиналғанымызда көпшілігіміз үйден қағаз бен темекі ұрлап алып шыққан екенбіз. Енді бір-бір шылым орап, темекіні жарыса тартатын болдық. Темекі тартып отырып тыңдағанда Аянның ертегісі де әлде қайда қызықты сияқты көрінді. Бір күндері кейбіреуіміздің үйіміз темекі ұрлап жүргенімізді біліп қойып, енді аналарымыз темекіні қиындау жерлерге тығатын болды. Бірақ біз бұған да амал тауып кеттік. Осы анау Мақау Тұрдағұл ылғи жылқының кепкен тезегін шылым қып тартып жүреді ғой десіп, біз де енді күндізден қалтамызға жылқының кепкен тезегін жинап, салып алып жүрдік. Сөйтіп, Аянның ертегісін тыңдаған кезде кейбіріміз ішіне жылқы тезегі салынған ешкі сирақ темекіні бұрқырата сорушы едік. Ғажап ертегілер еді. Дүниедегі жақсылық атаулының бәрі ерлік те, ізгілік те, сұлулық пен ақылдылық та, әйтеуір адамға тән небір асыл қасиеттің барлығы сол Аянның ертегілерінде болушы еді. Аян батырлық туралы ертегін айтқанда, біз алым-жұлым киінген қара борбай балалар бір сәтке жадау қалпымызды ұмытып, шетімізден көк сегімсерді жарқ-жұрқ еткізіп, ат ойнақтатып жауға қарсы арыстанша ақыра шабатын нағыз қас батырдай сезінуші едік өзімізді. Өмірімізде қос ауыз мылтықтан өзге ештеңені көрмесек те, жарқ-жұрқ еткен көк семсер тұрғанда зеңбірек, пулемет дегендер айтар сөзге, көңілге олқы түсіп, ойыншық сияқты боп қалатын. Өткен Аянның ертегілеріндегі батырлар сілтеген көк семсерге қызығып, иланатынымыз сонша оны қару біткеннің құдайы көретінбіз. Ух, шіркін, сондай семсерім боп, мен де соғысқа барсам, фашистерді тура бауша қияр едім деп тістенетін Есікбай. Ал мен бар ғой, тек бастарынан ғана шабар едім дейтін Садық арман еткендей даусын соза сөйлеп, құшырланып. Көк семсерді жарқ-жарқ еткізіп келе жатқанымда, алдымнан көкем шыға келсе. Ой, керемет болар еді-ау, Мұнан әрі соғысқа баруды, фашистерді қыруды, сөйтіп әке ағаларымызды тауып, әр қайсымыз өзімізше сөз етіп, тәтті арманға шоматынбыз. Өзі жетім болған соң ба, кім білсін, Аянның ертегілері көбіне жетім бала туралы болушы еді. Жетім баланың тағдырына байланысты үрейлі ертегіні бастаған кезде ауылдың шетіндегі сай саланы, жыра құзды тегіс, жалмауыз кемпірлер, жезтырнақтар, жалғыз көз дәулер, дию перілер жайлап кеткендей болушы еді. Төңірек тегіс үрейге тола болатын. Құз жақтан соққан суық желдің ызыңы неше түрлі боп құбылып естілетін. Бірде сыңсып, бірде ұлығандай үн келетін құлаққа. Біз әр дыбысты қалт жіберместен үрпейсіп, біреу десе, ойбай, аттанға бірдей салып, тым-тырағай зытуға дайын отыратынбыз. Ғажап ертегілер. Біз бір кештің өзінде ұзындығы 2 қарыс темекінің 2-3-еуін тауысатынбыз. Ақыры қолымыз темекі орауға икемге келмей, тісіміз тісімізге тимей, сақылдап тоңатынбыз. Бірақ Аянның ертегісі таусылмай ешкім тырп етпеуші еді. Танауымызды қос-қосынан тартып қойып, шөп қуысына тығыла түсетіміз. Ертегі біткен кезде,
деп еркін тыныстап, құрыстап қалған бойымызды жазып, керіліп, созылып, жетім баланың бақытқа кенелгеніне шын жүректен қуанатынбыз. Кей күн Аян сирек тістерін көрсет отырып, жымың-жымың күліп қойып, көңілді күлдірге ертегілерді бастайтын. Ондайда біз қыстың сай сүйектен өтіп, дірдектеткен ызғарлы суығын ұмытып, ішектегі түйнеген күлкіден қиқылдасып, шиқылдасып, көзіміз бен мұрнымыздан сорамыз бірдей ағып, әр қайсымыз әр жаққа ішімізді басып, домалайтынбыз да қалатынбыз. Ол күні біз бұл дүниеде соғыс дегеннің бар екенін, әр қайсымыздың әке ағаларымыздың алыста, сонау батыста, жауған оқтың астында жүргенін де естен шығаратынбыз. Аян, тағы да, енді осындай тағы да бір ертегі айтшы деп, тұс-тұстан жалынатынбыз. Бірақ Аян бір түнде бір ертегіден артық қалай жалынсың да айтпайтын. Орнынан тұрып, үстін қағып, түн ортасы боп қалды ғой, жетер енді, деп салмақтана сөйлеп, сендер қызықсыңдар, бір күннің ішінде екі ертегін ойлап шығару оңай дейсіңдер ме деп қоятын. Біз ертегілердің бәрін Аянның өзі күнделікті ойлап шығаратынын білсек те, оған пәлендей мән бермеуші едік. Бар білетініміз, Аян күнде неше түрлі ертегілерді ойлап кеп, кешкілік бізге айтып беру керек. Ал біз үйіп отырып тыңдағандығына білеміз. Ертегі ойлап шығару оңай ма, қиын ба? Ол жағында еш шаруамыз жоқ. Тіпті ол жағын сөз ете қалғанның өзінде де, Аян ғой, күн сайын бір жаңа ертегіні ойлап шығарады. Ендеше ертегі шығару қиын емес шығар. Тек басқамыз ертегіні қалай құрастырудың әдісін білмейтін болармыз деп түйетінбіз. Ал ол нендей әдіс? Ол жағын қазыбылап ойлай түсуге не өреміз жетпейтінін де, не мойнымыз жар бермейтін. Таң атқаннан күн батқанша салып етіп, көшенің аяғынан басына дейін шана сүйретіп сырғанақ ойнауды ғана білетінбіз. Кешкісін тесік пималарымыз бен сырма шарықтарымыз зілдей боп, шылқылдап су өткеніне қарамастан ат қораның төбесіне тартатынбыз. Алғашқы күндері күндізгі ойын кезінде Аянға шанамызды кезек-безек сырғанауға беріп жүрдік те, келе-келе шетімізден сараңси бастадық. Қызық ойынның үстінде шанаңда бір жолға болса да біреуге беріп қойып, өзің қарап тұрғанға тағатың жетпейтін. Сондықтан ендігі жерде Аянға шана күніне бір рет қана тиетін. Онда да ойынның қызуы бәсеңсіген шақта барып біреуіміз, «Мә Аян, бір рет теуіп кел» деп, оны мүсіркегеннен амалсыздан бергендей болушы едік. Аян да енді бұрынғысындай шанаға отырғанына қуанада даурықпайтын. Қызараңдай күлімсіреп кеп, шананы қолыңнан именшіктеп алатын да, бір сырғанап кеп қолыңа беретін. Оның соң сары тонның омырауына тұмсығын тығып, суық сорған өңі көк бүңбек боп бозарып, біздің ойынымызға қарап, шетте үнсіз состиятында тұратын. Кішкене сүйір мұрны қызарып кетуші еді. Тек Бапайдың кемпірі, «Әй, Аян, қайдасың? Анау сиырды байла, қаз үйректі қама, биені суғарып шөп сал» деген кезде бізге жалтақтай қарап үйге кететін. Едәуір уақыттан кейін қайтып оралатын. Оның асыға күтетін шағы күннің ұясына қонуы. Күн ұясына қону деген шақ жүзі жадырап сала береді. «Ал жүріңдер, мен кешегіден де қызық ертегі айтамын» деп еліктіре жөнеледі. Кейде ертегі тыңдауға ол күндізде шақыратын. «Сырғанақ деген немене? Тек киімді тоздырып шаршау» деп менсінбегенде ерінін шүйіріп қоятын. Ондай кезде оған, «Ағатай, мә сырғанаш» деп шанаңды алдына кесе көлденің тосып жалынсаң, пысқырып қарамайтындай көрінетін. Сонан кейін ақ ойынның сәні кетуші еді. «Шынындей менің шарығымнан су өтіп кетті. Жүріңдер, ат қораның төбесіне барайық» десіп сетіней бастайтынбыз. Біздің бұл түрімізді көріп Аян сырғанақты онан әрмен жамандайтын. Онан біздің шаналарымызға қарап қойып, «Мыналар шанама» дейтін мұрнын шырайтып. «Шіркін, өзінің үрілі бар, алдында шама бар, ылдиға да өрге де бірдей сырғанайтын шана болса». «Ей қойш, ондай шана болушы ме еді?» «Болғанда қандай? Қобыланды батырдың тай борулындай ұшатын аттар бар ма?» «Бар. Ендеше ылды өрге бірдей сырғанайтын үрілді шана да бар». Мұнан әрі Аянмен сөз таластыра алмайтынбыз. Кім білсін, мүмкін сондай шана бар да шығар. Әркім ақшытей, «Шіркін, Аян айтқандай ылды өрге бірдей сырғанайтын үрілді шанам болса» деп қиялдайтын сияқты едік сол бір сәтте.
Қызық еді. Аянның мінезі. Бірде түн ортасында дәл ұйқыға жатардың алдында далаға шыққам. Көшеде сырғанақта біреу зулатып, шана теуіп барады екен. Жым-жырт айлы түнде әлгі бір шананың өзі дүрілдеп, жер көшіп келе жатқандай дүбір шығарады. Шыдай алмай жүгіріп сырғанаққа бардым. Міне қызық, шана теуіп жүрген Аян екен. Ай жарығында анық көрінді. Жүзі жайнан қағып, екі иіннен алқына дем алады. Тонның екі етегі далпылдап шананы көшенің басына қарай сүйрей жүгірді. Мені көріп бұрылды да, жүр, ойнайсың ба деп дауыстай сөйледі. Қойш, түн жарымында есі дұрыс адам ойнай ма? Ойнағанда қандай? Сен өзің мынандай айлы, жарық түнде шанамен сырғанаудың қандай керемет екенін білмейді екенсің ғой. Айлы түнде шанаға сиқырлығы қанат бітеді, деді Аян жүгіре жөнелді. Сәлден кейін көшенің басына шығып ап, тағы да жер көшкендегі бүкіл ауылды жаңғырықтыра гүрілдетіп, шанамен төмен қарай жұлдыздай ақты. Дәл мен тұрған тұста кішкентай төмпешік бар болатын. Зулап келген шана әлгі төмпешікке жеткенде, есікпен төрде жерге бір-ақ ырғытты, табанынан от жарқ етіп өте шықты. Аян қолын көтеріп, «Ура!» деп айқайлады. Маған шынында да ол теуіп жүрген шанаға сиқырлы қанат біткендей көрінді. Жүгіріп үйге келдім де, қараңғы ауыз бөлмеде бос тұрған шелек легенді даңғыр-дұңғыр еткізіп, шанамды іздей бастадым. Үйбай! Ұры ит кіріп кетті ме деп, үйден апам шыққан. Менің шанама жармасқанымды көріп, сен бісің, нені қиратып жүрсің деп таңырқап. Апа, шана тебем. Апам шошып кетті. Тәйтер, осы жеті түнде шанасы несей мынаның? Бірдеңе өнер мынаған, елден ерекше деп ұрсып берді. Иә, әне, Аян сырғанап жүр ғой. Аян? О, желкен қиылсын сенің, Аян дейді ғой, Аян дейді, тас тәрі. Апам шананы әрі түкпір бұрышқа қарай итеріп тастап, мені желкемнен бір түйді. Жат төсегіңе, ертеңде күн бар. Мен сүмірейіп кеп, төр алдына атаммен қатарластыра салынған төсегіме жаттым. Көпке дейін ұйықтай алмадым. Көшенің басынан аяғына дейін зырқыраған шананың дүбірі дәл біздің үйдің іргесінде жүргендей жерді солқылдатып естіліп тұрды. Сол күні қанатты шанамен ылды өрге бірдей зулата сырғанап жүрген Аян түсіме де кірді. Сөйтіп Аян бір қулық тауып алды. Енді ол күнде кешкісін бізге сол күні ойлап шығарған жаңа ертегісін тездетіп айтып береді де, біреуіміздің шанамызды сұрап алып, түннің бір уағына дейін сырғанақта жападан жалғыз ойнайды. Бір күні күн бұлттанып, соңынан баяу ғана ызғырық жел соғып тұрды. Қараңғылық ерте түскен. Бізде дағды бойынша ауыл үйлері шам жаға бастаған кезде ат қораның төбесіне жинала қалдық. Аян бұл күні өте-мөте көңілдеді. Бәріміз жапа-тармағай, ешкі сирақ шылымымызды орауға кіріскенбіз. Ей, мен сендерге бір қызық айтайын ба деді. Ол сүйінші сұрағандай қуаныштым мен. Мен бүгін таң алдында түсімде ағамды көрдім. Рас айтам. Түнде жатарда ағамның пальтосын басыма жастап, көпке дейін иісін иіскеп жатқам. Ағамның иісі сіңіп қапты. Бір түрлі бір жусанның иісі сияқты жақсы иіс. Мен бүйтіп жағасына мұрнымды тығып алдым да, ұзақ-ұзақ иіскедім. Әже мылғи, ағаңдан ау, жусанды төбенің үстінде, мал қайран деп жүргенде, айдалада тапқанмын дейтін. Менің ағамда жусанның иісі содан қалған. Сөйтіп жатып ұйықтап едім, түсіме кірді. Мен де ылғи көкемнің пальтосын жамылып жатамын. Менің көкемнің пальтосынан да жусанның иісі шығып тұрады, деді бір бала. Сөйткенше болған жоқ. Тұс-тұстан жамырай дуылдап соғыста жүрген әкелеріміздің, ағаларымыздың үйде olған киімдерін еске алып, олардан шығатын иісті сөз етіп кеттік. Және бір қызығы, көпшілігіміз ол иісті жусанның, дәл өзіміздің ауылдың іргесіндегі жусанның иісіндей дестік. Онан бір кезде Аян, менен де жусанның иісі шығып тұрады. Ағама тартқанмын. Міне иіскеп көріңдерші деп, өз омырауына тұмсығын тықты. Біз дереу кезектесіп оның омырауын иіскеуге кірістік. Өз айтқаннан ба, әлде шынымен солай ма, әйтеуір Аянның омырауынан бұрқырап жусанның иісі шығып тұрғандай көрінді бізге. Расей, жусанның иісі шығады. Қандай сүйкімдей, жусанның иісі естік бір ауыздан.
Онан соң әрқайсымыз өз омырауымызға тұмсығымызды тығып, өзіміздің иісімізді өзіміз иіскеп, жаңалық ашқандай, әй, менен де жусанның иісі шығады. Менен де. Міне иіскеп көрші. Тура жазды күнгі жусанды дөбенің иісіндей. Бәріміз жамырасып, бір-бірімізге қарап шуласып кеттік. Сәлден кейін басқа сөздің бәрінен тыйылып Аян ертегі бастауға кірісер сәтте есікбай тұрып, бүгін түнде Аянға шанасын кезек бойынша қосым беруі керек деді. Иә саған, менің шанам сынып тұр деді қосым. Әй, осы әлгінде ғана сынған ештеңесі жоқ еді ғой. Сынып тұр, түнде тебуге жарамайды. Керек болса өзің бер шанаңды. Мен беріп жүрмін, ылғи беремін. Ал сен неге бермейсің? Бермеймін сол. Бермеймін деп күңкілдеді қосым. Сынып тұр. Жарайды, қойыңдаршы деп сөзге Аян араласқан. Бірақ осы кезде Есікбай қосымның бас киімін жұлып ап, жерге лақтырып жіберді. Кет, тырнауық мысық. Әйтпесе көресің деп кіжінді. Жарайды, қойшы Есікбай деген Аян тағы да басып айтып. Не қоятыны бар? Кетсін. Кәне кет деп Есікбай мелшиіп отырған қосымды теуіп қалды. Қосым жер көкті басына көтере азан-қазан қып бақырып үйіне кетті. Есікбайды сыбап боқтап, қазір Тұржан ағам айтам бәлем деп бара жатты. Бұл күні Аян жалғыз көзі дәу туралы ертегісін бастады. Бұл оның бұрынғы ертегілерінде әлдеқайда қызық деді. Түнерген аспан, атқонаның іргесінен әр қарай үңірейіп жатқан қорқынышты терең құз, бәрі күннің ерекше бір нұры құйылып, жарқырағандай болып, басқа бір дүниеге, ертегідегі күлкіге толы қызық дүниеге айналды. Біраз жер жүргеннен кейін жетім баланың қотыр-тайына тіл бітіпті дейді Аян. Қотыр-тай тұрып оған, мынау алда тұрған асқар таудан күндіз құсыз ұшып өте алмайды. Қанаты күнге күйіп қалады. Тек түнде ғана ұшып өтеді. Сондықтан бізде түнді күтуіміз керек. Түнде маған да қанат бітеді. Сен тек жығылып қалмай, көзіңді тарс жұмып, менің жалымнан мықтап ұстап отыр. Мен көзіңді аш дегенде бір ағаш. Сонда мына асқар таудың арғы жағында мұнан гөрі аласа шошайған қоңыр тау тұрады. Ол жалғыз көзді дәудің мекені дейді. Жетім бала Қотыртайдың айтқанын түгел орындайды. Түнде Қотыртайға қанат бітіп, асқар таудан ұшып өтеді. Бір кезде Қотыртай, енді көзіңді аш дегенде, жетім бала көзін ашса, дәл алдында ақырын теңселе қозғалып, шошайған қоңыр тау тұр екен. Осы тұста Аян көзі шарасынан шығып, бізді жаңа ғана көргендей бәрімізге бір-бір қарап өтті. Жалғыз көзі дәу естіп қоймасын дегендей даусын бәсеңдетіп сыбырлай сөйледі. Біз болсақ, шөп қуысына тығыла түсіп, төңірекке жалтақтай береміз. Түн қаралығында шошақ бөрікке ұсап, қарауытып тұрған ешкі өлмес шоқысы енді бірде жалғыз көзді әулие мекен еткен үңгір тауға ұқсап кетті. Дәл қазіргі сәтте сол үңгір таудың ішінде жалғыз көзді дәу қорқырап ұйқыда жатқан секілді. Оның қорқырай алған демінен шошақ тау түтіндігін жел шайқаған қыз үйдей көтеріліп, басылып, желпілдеп, бірде ары бері теңселіп, қозғалып тұрған сияқты көрінді. Демімізді ішімізге тартып, қараңғыда теңселгендей боп тұрған ешкі өлмес шоқысына көз тігіп қарай беруге дәтіміз шыдамай Аянға қараймыз. Қараңғыда бозарып көрінген жүдеуіңі сол өз айтып отырған қиялдағы дүниені көріп отырғандай дірілдей шытынап, көзі жалт-жұлт етеді. Ызғырық жел оны сайын суытып, қар ұшқындай бастады. Тұтасқан қап-қара аспан тұншықтыра салардай болып, ауыл үстін тұмшалап тұр. Ит үрді. Тура жалғыз көзі дәудің иті құсап олып үрді. Апырай, жалғыз көзі дәу оянып кетер ме екен деп зәре құтымыз қалмайды. Өстіп ертегі қызығына беріліп отырғанымызда шеттегі бір бала «Ойбай, өрт!» деді. Шөптің ар жағын ала ызғырық желдің өтінде лауылдап от жанып жатыр. Бұл ат қораның төбесі күзде ғана сабанмен жабылған. Жанып жатқан сол сабан екен. Шет отырған балалардың бәрі шылымдарын сөндірмей лақтырып тастап, сабан содан тұтанса керек. Жел өтінде лезесі лапылдап көтеріліп кетті. Не істерімізді білмей сасқалақтап, қорадан секіріп түсіп, тым-тырақай қаша жөнелдік.
балалардың ең соңын ала секіріп түскен Аян ойбай аяғым деп жан дауысы шыға айқайлап жіберді де шоқан кетіп жата кетті. Бірақ біздің оған қарайлайтындай шамамыз болған жоқ. Ауыл жақтан аттан деп жер көкті басына көтер айқайлап шолақ қол бригадир Тұржан да жетті. Армия қатарынан жақындағаны қайтқан, сол қолын білегінен оқ жұлып кеткен, бірақ өзі аса қатыгез мейірімсіз адам еді. Келген күн ақ қан көріп, қаным бұзылып келді деп, үйіне жиналған қатын қалаш кемпір шалдың зәресін алған. Бригадир боп тағайындалғаннан кейін жұмсағанда тілін қайырған талай әйелдер мен жас өспірім балаларды әлім жетті кетіп сабаған. Қазір сол Тұржан жүгіріп жеткен бойда қораның артында төрт бүктеліп шырқырап жатқан Аянды дәу табан керзі етімен теуіп кеп жіберді. Аян қалпақша қалқып барып шанадай жерге түскен. Тұржан енді оны қолындағы қамшымен тулақты сабағандай көміп алды да тағы да тептай келіп. Бас демей, көз демей былшылдатып тебе берді. Әуелде құлындаған дауысы шығып шырқырап, ағатайлап шыңғырған Аянның біраздан кейін мүлдем үні өшті. Керзі етіктің астында жансыз заттай иелектеніп жата берді. Ауылдағы жұрт дүркірей жиналып кеп, өртті сөндірді. Әлдегім келіп, былық-сылық етіп жатқан Аянды көтеріп алды. Қарт адамның дауысы: "Иттің баласы, фашистке берген қолыңның құнын осы қаршадай жетім баладан алайын деп пең, ой есірік" деп ақырды Тұржанға. Біз басқа балалар осының бәрін алыстан бұта-бұтаның арасынан сығалап қарап тұрдық. Дір-дір етіп шетімізден жылап жіберуге шақ едік. Ел кеткен соң жасырынып, бұғып үйді үйімізге тарадық. Үйге келсем төсектер салулы, бірақ ешкім жатпапты. Атам екі көзі қанталап, терісіне сыймай тырсылдап ашулы отыр. Апам көзін сығымдап жылап отыр. Не болды екен деп шошып, босағада тұрып қалдым. "Өй, аузыңды ұрайын, жаман неме", деді атам жекіріп. "Тұржанның тепкісін Аянмен бірге көрсең етті. Жаны тәтті шірік, көрінбе көзіме." Мен үн-түн сөз жер шұқылап босағада тұрдым да, мұнан өзге ештеңе айтылмаған соң аяғымды, сырт киімімді шешіп төрге өттім. Тамақ сұрап ішуге бата алмай, сыбдырсыз шешініп төсегіме жаттым. "Сорлы жетімнің көрген күні солда", деді бір кез апам ауыр күрсініп. "Қорғары жоқ болған соң басынғаны ғой. Бұл Өржанның баласы кісі өлтірер. Иттің сұры жаман, сұрынан шошимын" деп қойды атам. Таңертең ояна кетсем, апам жаңа сауып әкелген сүтін құрсаулы банкіге құйып отыр екен. Менің оянғанымды көріп: "Тұра ғой, мына жарты күрешкедей сүтті пешке қояйын, піскен соң ішіп ал. Ал мына сүтті әлгі Аянға апарып берейін. Байғұс бала көк піңбек тұлыптай боп қозғала алмай жатқан көрінеді", деді. Киініп, жарты күрешке ыстық сүтті апылы-ғұпылы іше салып, Бапай шалдың үйіне мен де жеттім. Аян есік жақтағы темір пештің түбіне төселген құрыш киіздің үстінде кір-кір жұқа көрпе жамылып жатыр екен. Бір жамбастаған күйде қозғала алар емес. Қамшымен тепкі тиген денесі көк піңбек болып күлкілдеп ісіп кетіпті. Бет аузы дайсыңкі. Көзі кішірейе жылтырап, жаутаңдап жатыр. Домбыға кезерген ернін жалап қояды. Мен оның жанына кеп отырдым. Ол да үнсіз, мен де үнсізбін. Бір-бірімізге жалтақтап қарай береміз. Енді бірде апам мен жүн тұтып отырған Бапайдың кемпірінің сөзіне құлақ тостым. "Байғұс баланың аяғын салдырдыңдар ма?" деп сұрайды апам. "Жоға, әлгі шал ертеден бері зыр жүгіріп, сынық салатын адам таба алмады. Асылбек сынықшы бар емес пе? Жолаушы кетіпті ғой." Сәл үнсіз отырған Бапайдың кемпірі Аянды кінәлай сөйледі. "Жүгірмек-ай десеңші, өзіне де обал жоқ. Түн жарымынсыз бір қайтпайды ғой. Елден ерекше осыны алып бара жатқан ненің ойын екенін білмеймін. Ойының осыл құрдың. Бұл пәле маған аманат болды енді. Ойбай-ай" деп, мұнан арғы сөзін сыбырға айналдырып жіберді.
осы үйдің көрпесін осы шірітіп, есі кіріп қалса да, Бапайдың кемпірі қанша сыбырлай айтса да, соңғы сөздері бізге анық естілді. Қып-қызыл болып кеткен Аян тістене шытынып, басын бұрып әкетті. Іргеге қарап жатты. Ойбай белім-ай, көп отырып қаппын ғой, үйге қайтайын. Иә деп менің апам орнынан тұрды. Аян тәуір болғанша, күнделікті бір күрешке сүтті бізден алып тұрыңдар. Бапайдың кемпірі апаммен ілесе сыртқа шықты. Қосымды соғу керек дедім мен оңаша қалған соң. Аян теріс қарап жатқан күйде, ендігәрі өлсем де темекі тартпаспын деді. Тұржан жаман адам, қаны бұзылған. Бұл сөзіме Аян жауап берген жоқ. Әлден уақытта басын көтеріңкіреп маған, анау пальтоны әперші деді. Төрде ілулі тұрған қара пальтоны нұсқап. Мен осы үйдегі жалғыз орындыққа шығып пальтоны алып, оның алдына әкелдім. Аян басын жастықтан әзер деп көтеріп, екі қолы дірілдеп, пальтоның жағасына тұмсығын тығып жіберіп, құшырлана иіскеп алды да, тезіліп қой әйтпесе ұрсат деді. Онан соң шалқасына түсіп көзі бажырайып, кірпік қақпастан үйдің төріне тесірейе қарап ұзақ жатты. Қалың ойда жатқан сияқты, өңі сұрланып, дірілдей дем алады. Абарық, шырпының жіңішкелігіндей қолымен домпыққан ісіктерін сипады. Бір кезде ғана, ағам келеді ғой жақында әлі. Сонда көрсетеді Тұржанға деді. 10 шақты күннен кейін Аян төсектен тұрып жүре бастады. Тобығы тайған аяғын жер сыпырғандай көлденеңінен сүйретіп, солтақтап басатын болды. Мен оған, Асылбек шал келді ғой, аяғыңды салғызбайсың ба дегем. Ауырады ғой енді. Ауырады деді ол жабырқаған кескінмен. Ой, сен білмейсің ғой, тобығыңды қайта салғызғанда қалай ауыратынын. Сұмдық ауырады. Енді ол кешке қарай сырғанақтың басына кеп ойнап, тарқағанша қалқиып тұрады да қояды. Ойынға араласпайды. Бір-екі рет менде Садықта шанамызды бергенбіз. Басын шайқап теппей қойды. Аяғым ауырады деді. Кей күн ойыннан кейін мен кешкі тамақты ішіп алып, Бапайдың үйіне баратымын. Мен келгенде Аян ылғи темір пештің аузында от жағып отырады. Ол кезде соғыс жылдарында біздің ауыл отынға сабан жағатын. Малатаспен бастырған астықтың сабаны орған қамыс сияқты ірі болады. Арасында шала бастырылған, кейде тіпті мұрты сетінемеген масақтар жиі кездесуші еді. Отқа жанғанда сабан дүр-дүр етіп дауылдап, ал масақтар бытырлап кететін. Аян от жағып отырып, білдіртпей ғана сол масақтарды жинайды. Лапылдап жатқан сабанның арасы бытыр-бытыр ете қалғанда, Аян арық қолын отқа тығып жіберіп, шала пісіп қалған көйлеш масақты ылып еткізіп суырып алатын. Мен есікті ашқандағы Аян жүзі жайнап қуанып кетуші еді. Былай шық деп, дауыстап айтуға кемпір шалдан бата алмай олар жаққа жаутоңдап қарап қойып, темір пештің түбіндегі өз орны қара құрым киіз төселген қуысты меңзейтін. Мен қуысқа кіріп ап, олар кешкі шайларын ішіп болғанша Аянды күтіп отырам. Бапайдың кемпірі шал екеуіне ғана майға бөктіріп талқаншылайды да, сенің тісің бар ғой деп Аянның алдына бір уыс қуырған бидай төгеді. Міне, Аянның кешкі қорегі осы. Ол үн-түнсіз қытырлатып отырып алдындағы бір уыс бидай біткенше шай ішеді де, онан соң шынысын төңкеріп қуысқа келеді. Келе бірден сыбырлай сөйлеп, ертегі тыңдайсың ба деп алады да, менің бас изеуіме күтпестен ақ, баяғыда бір жетім бала бопты деп бастай жөнеледі. Бір тәуірі Бапай да оның кемпірі де біздің сөзімізге құлаға салмайтын. Майға шылаған талқанды көз тастап, ыстық шайға бойы бұсанған қарт қолтығындағы жастығын мыжылай түсіп, рақаттана кекіріп қоятында, енелерің дұрайын.
Осы екеуіңнің ақ сыбыр күбірің бітпейді екен, ә? Қызды алып қашқалы ақылдасып жүргеннен саусыңдар ма деп әзілдейді. Кемпірі болса қабағын кіржитіп, жаман ит, үрегіш келеді деп, мына біздің ол мылжың көрінеді ғой деді. Екеуі де сонымен тынады. Жатарында кемпір, майы таусылады деп, өзі сығырайып тұрған жетілік шамның білтесін онан әрмен сығырайтып басып тастайды. Мұнан кейін біздің бар жоғымызды естеріне де алмастан екеуі екі жақтап тәтті қорылға басатын. Олар ұйықтасымен ақ Аян әлгінде шықырына тыққан көйлеші масақтарды алып, өгіп-өгіп аузына құятын. Жеп көрші, тәтті деп бір-екі масақты маған да ұсынатын. Өгіп-өгіп шала піскен дәнді мен де аузыма құямын. Бірақ шекі дәмі білініп тұрғандықтан жұта алмай, шайнап-шайнап түкіріп тастайтынмын. Кейде мен үйден нан алып келетімін. Аян нанды көргенде екі көзі отша жанып, екі ұртына кезек бұрылай тығып, қақалып қала жаздайтын. Тағы да бар ма? Тағы да деп менің қалтамның түбіндегі қоқымға дейін қағып, дегбір қалмаушы еді. Бір күні балалар екіге бөлініп, қара атқыласып ойнамақ болдық. Ортамыздан екі атаман сайлап, қалғандарымыз екі-екіден жұптасып, әлгі екі атаманның қарауына тең бөліне бастадық. Бұл ойынға Аянның да қатысқысы келген. Бірақ екі атаманның екеуі де оны өз топтарын алудан бас тартты. Өй, қойшы сен жүгіре алмайсың, шойнаңдап деді олар. Аян үшін мұнан ауыр жаза жоқ еді. Ол көзі жасаурап, ақсақ аяғын сүйреткен күйде екі иінді салбырап кете барды. Мен шыдай алмай, оның соңынан жүгірдім. Аян жылап келеді екен. Екеуіміз қатарласып, үнсіз жүре бердік. Дәл Асылбек шалдың үйінің тұсына жеткенде, көз жасын алақанымен қатты уқалап сүртті де, әлгі үйге бұрылды. Мен дердім. Асылбек шал мал қорасының ішін тазалап жүр екен. Неге келдіңдер, балалар? Деді дауыстап. Ата, аяғымды салып берші, деді Аян. Асылбек таяп кеп, оның аяғына қарады. Салып берін қалай, мына аяғың қисық боп бітіп. Жазылып кеткенге ұқсайды ғой. Енді оны қайта орнына салу оңай емес. Ауырғанына шыдар ма екенсің? Шыдаймын, ата. Салып беріңізші. Аянның дауысы дірілдеп, жалынышты шықты. Енді сәл болса еңіреп жылап жіберуге шақ тұр. Апырая, жарайды, салып берейін қарағым. Үйге кір. Әй, кемпір, мына жиен балаға тамақ берші, әлденіп алсын. Біз үйге кірдік. Асылбектің кемпірі бізді төрге отырғызып, бауырсақ пен айран әкеп берді. Сәлден кейін жуынып шайынып, Асылбектің өзі де кірді. Сырт киімін шешініп, кемпіріне көрпе салғызып, әлгінің үстіне Аянды жатқызды. Онан соң қойдың құрық майы мен Аянның тобығы тайған аяғын сылауға кірісті. Ұзақ сылады. Өзі де тынымсыз сөйлеп, Аяннан да әр нәрсені бір сұрап, үнемі сөйлетумен болды. Бір кезде Аян, ойбай деп баж ете түскен. Асылбек, шыда балам, шыда деп, оның бұлқынғанына қарамастан тырп еткізбеді. Аян құлындаған дауыс шығып, ойбайлап жатты да, Асылбек оның аяғын уқалап сылай берді. Онан соң кемпірге әкелген шүпірекпен әдемілеп таңып тастатты. Ал болды, енді тобығыңды шығарып алма, деді. Бірақ амал не? Аян мұнан кейін де тобығын тайдырып алды. Ол көктем кезіндеді. Көктем шыға колхоз жұмысына бізде араласқанбыз. Ортасына сым темір салып өрген бір-бір дойыр қамшыны қолымызға алып, өгіз жеккен соқаның басына міндік. Жесір әйелдер мен бой жеткен қыздар соқаның артын ұстайды. Арайланып таң білінгеннен бастап, ымырт қараңғысына дейін жер жыртамыз. Жер құйқасы майға бөккендей тоғырылып жатады. Соқа тісі сәл тереңдесе, бөкпе топырақ қалыңдап, өгіздер мықшиып тұрып қалады. Алақстай шөп тарту, тұқым тартумен титықтап,
Әбден шаршап шыққан арық өгіздердің аузына селекейі шұбырып, аяқтарын шалсыз басып күн ұзын соқа тартуға дәрмендері зорға жетеді. Онда да арқасын қайыстырған дойыр қамшының күшімен жетеді. Өгіз біткенің сауыры қызыл алақан, арқасы шоқпыт жауыр болады. Ертеден кешке дейін өгіз үстінде жұлынып, сөбелей бергеннен тамағымыз жыртыла ауырып, дойыр қамшы қарымызды талдырып, бізде әбден титықтайтынбыз. Таңдайымыз кеуіп, қаңырағымыз түтеп, қарнымыз ашып, қамшы сілтеуге әліміз құрып, бас айналып, көз қарауытып, қалғып мүлгей бастаған кезімізде соқа ұстаған әйел баяу үнмен: «Әй ұл, айдасаңшы өгізіңді» дейді. Бойыңдағы бар күшіңді жиып, қамшыны құлаштай сілтейсің. Арық өгіздер арқаларын құр қайқайғындатып, қыжыңдағаны болмаса, жүрісінен жүріс қоса қоймайды. Ақырында өзіңнің қолың ауырып, сырқырап кетеді. Сондайда өгізден домалап түсіп, жер тепкілеп жылағың келеді. Сенің сол мүшкіл халыңды сезгендей соқартындағы әйел өзге қолындағы қамшыны аласап, өгіздерді шықпыртып жібереді де, жығылып қалма деп қояды. Шама шарқыңның сол екенін ұғады ғой, жақсы ұғады. Әлден уақытта әйелдердің бәрі қалжырай шыққан зарлы үнмен сызылтып қана: «Көкше бір таудың биік-ай, алыстағы бауырдан қаталудың қиын-ай» деп ән салады. Ән демес ау, жүректегі ауыр шердің ылықсып шыққан бір күрсінісі сияқты. Әнге екінші соқадағы әйел, онан үшінші соқадағы бойжеткен қыз қосылады. Үшеуі де зарлатады ау кеп, үшеуінің көзінен де жас парлайды. Біз өгіз үстіндегі балалар көзімізге мөлт етіп жас үйіріліп, тамағымызға өксік тығылып, бас көтере алмаймыз. Әйелдерге қосылып жылауға еркектік намысымыз жібермейді. Өйткені алғаш соқаға шыққан күні аян, жылауды әркім біледі. Мықты болсаң, нағыз еркектерше қиыншылықта жыламай бақ деген. Сондықтан жасық екенімізді білдірмеуге тырысамыз. Кешкісін жерден қазылған бараққа келеміз. Іші обузын, қап-қараңғы өңгір сияқты. Астына сабан түсілген. Жалғыз майшамның өлеусіреген жарығында не ішіп, не жегенімізді ажыратпастан, талқаннан жасалған атала көже сияқты бірдеңені қалғып мүлгіп отырып ішеміз. Онан соң киімімізбен отырған орнымызда қатар-қатары сулай кетеміз. Өне бойың салдырап қозғала алмайсың. Қанша ұйықтағаның белгісіз, әлде бір уақытта Тұржанның «Ей, жетпегірлер, тұрыңдар» деп ақырғанын естисің. Қозғалуға шамаң жоқ. Өне бойың езіліп көзіңді аша алмайсың. Сол кезде Тұржан әрқайсымызды әке-шешеден түк қалдырмай сыбап, сирағымыздан дырылдата тартады. Барақтың аузына сыртқа қарай атып жібереді. Тағы да арқасы пышақтың қырындай, өзі жауыр өгіздің үстіне жарбия жабысасың. Тағы да жағық жаппастан, собелеп, қарың үзілердей боп тынымсыз қамшылау. Түске жақын өзегің талып, әлің кетіп қалғи бастайсың. Кейде өгіздің үстінен домалап түскеніңді де білмейсің. Бусанып жатқан қара парға бұрқ ете қаласың. Көзіңді қолап атып тұрып, соқа ұстаған әйелдің көмегімен өгіздің арқасына қайта жарбиясың. Осылайша күніне әрқайсымыз өгізден 2-3 реттен домалаушы едік. Аянның тобы осындай бір өгізден домалап түскен кезінде тағы да тайды. Ол қара парға бұрқ еткен күйде аяғым-ай деп баж етті деп бүктетіліп жатып қалды. Жүгіріп жанына бардық. Ол жыламауға тырысып, тістеніп, көзін жұмып, көк-пөңбек болып сазарып жатты. Аяғындағы көннен тігілген шоқайын шешпек боп едік. Қинала ыңырсып, онан ағатайлап бебеу қақты. Көтеріп, барақ қалып бардық. Ауылға апаруға көлік болмады. Сол түні денесі қызып, таң атқанша сандырақтап сөйлеп шықты. Ертеңгісін біз жұмысқа кетерде ғана көзін ашты. Мен басқаладан жырылып, бір сәтке оның жанында қалдым.
Өзімше ақыл айтпақ едім оған. Сөзді неден бастарымды білмей, қипақтап отырғанда ол өзі бастады. Кеше аяғым қатты ауырды деді, дірілдеген үнмен. Тура, өлгім-ақ келіп еді. Тек ағамды ойлап қана тоқтадым. Онан соң біраз үнсіз жатты. Түймесі ағытылған күртесінің омырауына тұмсығын тықты. Қараш, жусанның иісі деп қойды. Енді аяғымды ағам келгенде бірақ салғызам. Ағам қалаға барып, ендігәрі шықпаса етіп салғызады әлі. Ол тәтті ойға шомған күйде, ағасы келген соң не істеп не қоятынын тегіс тізбелеп айтып шықты. Оның сөзіне қарап, мен ағасының жоқтағы күндердің бірінде қайтатынына титтейді шек келтіргем жоқ. Сағындым ағамды деді ақыры күрсініп. Мен жұмысыма кеттім. Күні бойы өгіз үстіндегі жалғыз тілеуім. Шіркін ай, Аянның ағасы тезірек қайтса екен деу болды. Аян барақта 4 күн жатық балды. Тек 5-ші күні кешкісін ғана тұқым тартқан арбамен ауылға жібердік. Осыдан кейін Аян тобығын қайтып орнына салдырған жоқ. Сол аяғын көлденеңінен сүйрете басып жүретін болды. Қу соғыстың бесіктен беліміз шықпай жатқанда біздің жүрегімізге салған жарасы қаншам еді. Сол жараның тыртығы өмір бойы удай сыздап, жанға батып өтер-ау, еш уақытта ұмытылмас. Асырсалар балғын шағымызда тағдыр біздің қабырғамызға да бар зілін салды ғой. Сонда да болса басқамыздан көрі Аянға қатты батып еді. Тағдыр оған дегенде ештеңесін аямады. Үлкендер жау шегінді десіп, күн сайын бір қуанышты хабар айтып жүрді. Мұның өзі біз үшін ертең соғыс бітеті дегенмен бірдей еді. Әскерден біртіндеп ер азаматтар қайта бастады. Бәрі жаралы боп қайтқандар. Бірі қолынан, бірі аяғынан, бірі қабырғасынан, бірі көзінен айырылғандар. Бірақ сөйтіп жарымжан боп қайтса да, олардың әр қайсысының келуі ауыл үшін мерекет. Солардың бірде-бірі Тұржанға ұсап, қан көріп қайттым, қаным бұзылды деп есірген жоқ. Қаралы қағаздар келіп жатты. Жаз ортасы. Аңызақ жел ұйтқы соққан ыстық. Күннің бірінде біздің ауылға тағы бір қаралы қағаз келді. Бұл жолғы қаралы қағаз ешкім үйінен зарлы жоқтау айтатын дауыс шығарған жоқ. Бұл жолғы қаралы қағаз көшеде ойнап жүрген балалардың ең соңында белі бос штанның ауын бір қолымен көтер ұстап, сол аяғын көлденеңінен сүйреті солдақтай жүгірген күйде, «Ей, тоқтыңдаршы, мен сендерге кешегіден де қызық ертек айтамын» деп жалына дауыстай жүгірген Аянға келген еді. Ол үнсіз қабылдады. Қаралы қағазды ұзақ отырып, 2-3 қайтара ешкітеп оқыды да, 4 бүктеп ышқыр қалтасына тықты. Онан соң ойнап жүрген балалардың жанына кеп, әдетінше алыс-жұлысты сырттай қарап қызықтап тұрды. Тек балалар үйді-үйіне тараған кезде ол ауылдың шетіндегі ат қораға барып кірді. Соңынан мен де бардым. Сарысы өркілген ат қораның іші тұнжырағандай қапас тымырсық еді, тастай қараңғы. Төбесіне ұя салған торғайлардың, олардың шырылдаған қызыл шақа балапандарының үні құлақты тұндырады. Құжынаған шыбындардың ызыңы бір басқа. Қараңғылыққа көзім үйренгенше есік алдында тұрдым да, онан соң қабырғаны жағалап, түкпірге қарай жүре бастадым. Аяқ асты сызданып, басқан сайын шұр-шұр етеді. Түкпірге де жеттім. Аян қараңғы бұрышта бір уыс боп бүрісіп, екі алақанымен бетін басып, солқылдап жылап отыр екен. Ұзақ жылады. Онан соң көзін сүртті де қорадан шықты. Сыртқа шыққан соң көрдім, көзі қып-қызыл болып кетіпті. Маған қаратты, өз-өзінен жымиып күлді. Күн ыстығы деді. Осыдан кейін
Бір жет өткен соң, ертеңгісін 10 шақты қозылақты тауға қарай өргізіп жіберіп, қайтар жолда Бапайдың есінің алдында тұрған арбаға көзім түсті. Бірсыпыра балалар осы арада екен. Аян жолға жүретін адамдай бар жоғын киініп алыпты. Мен таяп келгенде шеттеу тұрған Есікбай сыбырлап қана: «Аян, балалар үйіне кеткелі жатыр» деді. Осы кезде үйлерінен арбайдаушы жігітпен Бапай мен кемпірі шықты. Бапай арбайдаушыға Аянды станцияға дейін аманат қып тапсырғанын қайта-қайта айта береді. Ал кемпір кеп Аянның бетіне сүйді, көзіне жас алды. «Қарағым, жолың болсын» деді жыламсырап. «Жақсыдан қалған тұяқ ең, қайда жүрсең де аман бол. Адам болсаң тауып келерсің әлі». Бапай да келіп Аянның бетіне сүйді. «Аман есен барып, орналасқан соң хат жаз» деп қойды. «Алатын адам болмай тұр. Мына қоңыр сиырды дереу сатып ақшасын қалтаңа салып берер едім. Кейін қолым тисе, базарға айдап барып сатып ақшасын салып жіберем ғой». «Ей, қойшы әрі сенде осы. Не болса соны айтпай, сатқаны несі? Ертең жетіп келе қалғанда мал керек емес пе Аянға?» Киіп кетті осы тұста кемпірі. «Қарағым, бұл атаңның сөзін тыңдама. Әлі өзің кейін үлкен жігіт болып келгеніңде қоңыр сиырыңды өсіміммен қолыңа тапсырамын». Аян балалардың бәрімен қол алысып қоштасты. «Мен әлі бәріңе де хат жазып тұрамын» деп күлімсіреді. Есікбай арбаның артына жабысып ап, оны талай жерге дейін шығарып салды. Арбадан түсіп қап, қара жолдың үстінде сексиіп ұзақ тұрды. Қайта келгенде өте көңілсіз еді. Садық ойнайық деп еді, ол «Менің басым ауырып тұр» деп үйіне кетті. Сол сәтте бәріміздің де ойынға еш зауқымыз жоқ, көңілсіз едік. Көз ұшында бұлдырап арба кетіп барады. Қара жолдың шаңын бұрқылдатып барады. Аян бас киімін алып бізге бұлғап қояды. Біз балалар Аянды көп уақытқа дейін еске алып сөз қылушы едік. Кейде кешкілік бір жерге жиналып алып, алағыстай Аян айтқан ертегілердің есте қалғандарын қайталай айтып та жүрдік. Аянның ертегілерінің көңілімізге ұялағаны сонша, кейін ержеткен кездерімізді өзімізден кіші балаларды тамсандыра отырып айтатынбыз. Тіпті күні бүгінге дейін, сонан бері талай ондаған жылдар өтсе де, кей күні түнде далаға шыға қалсам, қараңғыда бөрікше шошайған еш көрмес шоқысы астында жалғыз көзді дәу ұйықтап жатқандай, соның қорқыраған демінен теңселіп тұрғандай көрінеді. Сол дәумен алысатын жетім бала қайда екен деймін сол сәт. Жазға салым жусанды төбе жақтан қоңыр салқын самал еседі. Ашқылтым иесі аңқиды, жусанның иесі. Сондайда есіме тағы да Аян түседі. Шынында, бұл күнде Аян қайда екен? Тірі ме екен? Ондай бала тірі болуы тиіс. Ондай бала алдына нендей мұрат қойса да жетеді. Ал тірі болса, жусанды төбеге бір оралмауы қалай? Жусанның иісін сағынбауы мүмкін емес қой.